Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен шоколадный медовик тортын жасаймыз. Кәдімгі медовиктен ерекшеленеді және креміне грек жаңғағын қосып даярлаймыз. Өте дәмді шығады. Міндетті түрде осы рецепті пайдаланып сіздер де даярлап алыңыздар. Сонымен қатар сіздер менің каналымнан классический медовиктің рецептін таба аласыздар. Медовик корждары үшін бізге 300 грамм ұн, 1 шай қасық разрыхлитель, 100 грамм сары май, 100 грамм қант, 75 грамм бал, 1 дана жұмыртқа және 20 грамм какао қажет. Алдымен на водяной бане сары май, бал және қантты араластырып ерітіп аламыз. На водяной бане дегеніміз ковшқа су құямыз, оның үстіне ыдыс қоямыз, астындағы су үстіндегі ыдысқа тиіп тұрмауы тиіс. Ыдысты газға қойып, сары май, қант және балды араластырып отырып ерітіп аламыз. Қант түйіршіктері толығымен ерімей жатқан жағдайда ештеңе қылмайды. Ең бастысы сары май еруі тиіс. Ерген сары майға 20 грамм какаоны қосып, барлығын біркелкі массаға айналғанға дейін жақсылап араластырамыз. Содан соң ыдысты газдан алып, аздап суытып қоямыз. Аздап суыған сұйықтығымызға 1 дана жұмыртқаны қосып, біркелкі массаға айналғанға дейін венчикпен немесе лопаткамен араластырамыз. Ұнға 1 шай қасық разрыхлительді қосып, венчикпен жақсылап араластырамыз. Сұйық массамызға ұнның барлығын елеп бірақ қосамыз. Алдымен лопаткамен араластырып отырып, қамыр илейміз. Қамыр лопаткамен араластыруға келмей қоюлана түскен жағдайда біз оны қолымызбен илейміз. Бізде осындай әдемі шоколадный қолға аздап жабысатын қамыр пайда болуы тиіс. Қамырды 11 бөлікке бөліп аламыз. Қамырды болашақ корждарымыз үшін дөңгелектеп даярлап қоямыз. Корждарымызды жаямыз, ол үшін дөңгелектелген қамырларды біртіндеп алып отырып жаямыз. Қамырды пергамент қағазының үстіне қоямыз, оның үстіне салафан пакетті төсеп, қамырымызды оқтаумен жаямыз. Қамырдың үстіне салафан пакет төселгендіктен, оны жайған уақытта ешқандай ұнды қажет етпейді. Берілген ингредиенттер 16 см тортқа арналған, сондықтан диаметрін шамамен 16 см етіп жаямыз. Жайманың бетіндегі салафанды аламыз. Диаметрін 16 см етіп кесіп аламыз. Корждың айналасындағы қиындыларды бөлек пісіріп, біз оларды үгітіп, торттың бетін сәндейтін боламыз. Корждың бетін міндетті түрде вилкамен тесіп, 160 градуста қызып тұрған пеште шамамен 5-7 минут көлемінде пісіреміз. Кесінділерін барлығын қосып елегенде менде барлығы 11 корж шықты, ал одан бөлек мен 2 коржды үгітіп, бетіне сәндеуге қолданамын. Крем даярлаймыз. Ол үшін бізге 350 грамм 33%-дан жоғары сливки, 125 грамм молочный шоколад және 50 грамм грецкий орех қажет. Алдымен 350 грамм сливкиді ысытып аламыз, бірақ қайнатпаймыз. Оған молочный шоколадтың барлығын қосамыз, одан соң оны жақсылап біркелкі массаға айналғанға дейін араластырамыз. Шоколад сливкимен өте жақсы араласу үшін біз погружной блендерді қолданамыз. Погружной блендермен жақсылап біркелкі массаға айналғанға дейін бірнеше минут көлемінде араластырамыз. Дайын болған сұйық массамызды, яғни болашақ кремімізді бір ыдысқа құйып, оның бетін пищевая пленкамен жауып, 8 сағат көлемінде холодильникке салып қоямыз. Крем холодильникте 8 сағат көлемінде тұратындықтан, оны алдын ала даярлап, холодильникке салып қойыңыздар. Мен әдетте осы кремнің түрін түнде даярлаймын. 8 сағаттан соң кремді қойыланғанша миксерлейміз. Крем шындығында өте дәмді болып шығады. Миксердің басын көтерген уақытта сливки ақпай тұруы тиіс. Осы кезде біздің креміміз дайын деген сөз. Келесі кезекте 50 грамм грек жаңғағын блендермен үгітіп аламыз. Грек жаңғағын өте қатты езіп жібермейміз, оны пышақпен кесіп үгітіп алсаңыз да болады. Грек жаңғағын креммен араластырамыз. Тортымызды құраймыз. Ол үшін подложкаға, яғни астына корждарымыз жылжып кетпес үшін аздап крем жағамыз. Оның үстіне бірінші коржды қойып, үстіне крем жағамыз. Осылайша корждарымызды біртіндеп қойып отырып, оның үстіне кремді жағып, барлық корждарымызды құраймыз. Қалған кремнің барлығын торттың бетіне, жан-жағына, айналасына жағып шығамыз. Корждан қалған қиындылардың барлығын блендерге салып, оны езіп аламыз.
Дайындап алған ұнтақтың бетіне, айналасына, барлығына сеуіп шығамыз. Дайын болған торттың кремі корждарға жақсы сіңуі үшін 2-3 сағат көлемінде холодильникке салып қоямыз. Осымен біздің өте дәмді тортымыз дайын, оны кесіп дастарханға ұсынсаңыз болады. Мен өз каналымда сіздермен тек қана ерекше тағамдардың, әртүрлі салаттардың рецептімен бөлісемін. Сонымен қатар сіздер менің каналымнан әртүрлі торттар мен десерттердің мастер-классын таба аласыздар. Сондықтан міндетті түрде каналға тіркеліп, жаңа рецепті жіберіп алмас үшін қоңырауды басып қойыңыз. Менімен бірге болып, менің каналымның дамуына үлесіңізді қосып жатқаныңыз үшін сізге алғыс айтқым келеді.